Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Іңкәрім Сұлтанова, Қызылорда қаласынанмын. Жолдасыма байланысты халқыма басымызда қандай жағдайлар өтіп жатқаны туралы айтқым келіп отыр. Білсін халықтың барлығы деген мақсатта айтқым келіп отыр. Жолдасым Құдайбергенов Қазбек Ақболатұлы 1988 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда митингке байланысты уақытша күзету изоляторында қамауда отыр. Менің жолдасыма о баста қойылған статья 272-нің екінші бабымен және де 99-шы баптың екінші тармағымен қамалған болатын. Жолдасым 5 қаңтар күні бейбіт митингке барған. Бейбіт митингтің ақыры мынадай жағдайға келтіріп отыр. Бейбіт митингке барған күнінде сол жақта халықпен бейбіт тұрған кездерінде солдаттар жағынан, ОМОНдар жағынан оқ атылған. Сол оқтан қашып бара жатырған кезінде, артқа бұрылып кетіп бара жатқан кезінде бір бала көмектесіңізші деп сұраған. Сол баланы да атқан, өзін де атқан. Өзінің аяғына тиген. Жаңа құтқарған баласы, ол бала сол дүниеден өтіп кеткен сол жерден, тілге келместен. Менің жолдасым 5 күні сол аяғына оқ тиіп үйде жатқан болатын. 9-на дейін 9-шы қаңтар күні үйге келіп 15-17 адам, ОМОН киімдерін киген адамдар келіп үйден алып кетті. Оның арасында 3 гражданский киген азаматтар болды. Ол кісілерде ешқандай таныстырған жоқ өздерін, корочка көрсеткен жоқ ешқандай. Түсіндірместен, не ештеңені айтпастан келіп жолдасымды алып кетті. Үйде 3 бөпем болды. Қайненем және қайнағам болды. Балдарымызды шошытып, үркітіп, мылтықпен келіп, жолдасымды үйде жатқан киімімен, шортик футболкамен жалаң аяқ далаға алып шығып, далада тұрғызып қойды. Содан үйдің барлығын тіміскі жасап, барлығын ақтарып, киімдерін іздеп, сөйтіп алып кетті. Алып кетіп бара жатырған кезде шырылдаған жаңағы қайненем, анасы шырылдап, менің баламды қайда алып бара жатырсыңдар, неге түсіндірмейсіңдер, неге айтпайсыңдар, не болып жатқанын деп сұраған еді. Анамызға мылтық кезеп, біреуі гражданский киген киім. Біз ол кісінің түрін жаттап қалдық, аты жөнін білмейміз, таныстырмағанына байланысты. Бірақ түрін көрсетсе танимыз ол кісіні. Енеме мылтық тақап, сіз араласпаңыз деп кеудесінен итеріп тұрып, стенаға тақап тұрып мылтық тақады. Сондай жағдайлар басымыздан өтті. Солайынан алып кетті. Жолдасыма қосып қайнағамды алып кетті. Қайнағам 2-ші топ мүгедек, жаңағы психический диагнозын ұмытып отырмын. Сондай немен ауырып жатып тұрады 1 жылда 2 рет. Сол кісіні де қосып алып кетті. Ол жақта ұрған, соққан. Одан кейін ол кісі вообще дұрыс болмай қалды. Өзі ауырып жүрген адам. Сондай түсініс басқа сыймайтын, миға сыймайтын жағдайлар болды, басымыздан өтті. Және де сол жақта неше күн бізге көрсеткен жоқ жолдасымды. Үкіметтен берген адвокат жоламаңыздар, бұл жаққа қарай келе бермеңіздер деп айтты. Солайынан кесіріміз тиіп кетер деп бізде қорқып бармай отырдық неше күн. Сөйтіп 15 күнде менің жолдасымды көре алмадым, не хабарын біле алмадым ешқандай. Сөйтіп жүргенде өзіміз үкіметтен үкіметтің адвокатынан бас тартып, өзіміз жеке адвокат жалдадық. Сол кісінің арқасында 15 күн дегенде мен жолдасымды көрдім, ішке кіріп, не киім кешегін бере алмадым ол күнге дейін. Менің жолдасым шортик футболкамен жалаң аяқ сол жақта отырған. Неше күн қақаған суықта. Және де сол 15 күн бойы пытка болған. 15 күн бойы болды ма, әлде 3 күн бойы болды ма, білмеймін точно.
бірақ пытка болған. Оны басында бізден жасырды, уайымдайды деп жолдасым. Кейіннен адвокатымыз анық қанығын біліп антикорға арыз жаздық. Және де алғашқы тергеушіміз Сәкен Мұхиддин деген жігіт жолдасымның алдына пытка болған кезде неше күн ұрып соғып, көзі ісіп кеткен, бауырдан бауыр қалмаған, бүйрегі ауырады, әлі күнге дейін дәрі тасып жүрмін сол жаққа. Сол кісі 5-6 парақты алдына қойып, қол қойғызып алған. Жолдасым шыдамай бара жатырғандықтан 5-6 параққа қол қойып берген. Және де сол кешерде үкіметтің берілген адвокаты Азат деген жігіт қасында тұрған, 5-6 параққа қол қойып жатырған кезінде. Және де ұрып соғып жатырған кезінде жолдасыма мынау өлмейді екен деп айтып, сонда мақсаттары менің жолдасымды өлтіру болғаны ма дедім. Сондай ой келді ойыма. Мынау өлмейді екен деп қайта-қайта ұра берген. Және де сол бойынша 2 айға санкция беріп, сол кезде 2 айға қамалды. 2 айға қамалған кезінде 2 статья болды. Содан 3 айға созған кезінде 280-нің 3-4 тармағы, 380-нің 3-4 тармағымен солдаттар показания беріпті. Бізді ұрды, Құдай берген Қазбек, осы жігіт бізді ұрып соқты. Және де сол КамАЗды айдап, КамАЗдың астына жаңағы солдатты басып кетті деп айтыпты. Мен іздеп, куәгерлер іздеп, сол болған оқиға болған жерлерге барып, студенттер сарайына, студенттер жатақханасына бардым. Және де сол жердегі заправкаға бардым. Және де ғалымдар үйі бар, Нұрсұлтан Назарбаев көшесінде болған оқиға. Сол жерде барған кезімде, іздеп сұрастырып жүрген кезімде көп куәгерлер айтты. Солдаттың өзі КамАЗды артқа қарай беріп жатырған кезінде басып алды деп, сол жақ дөңгелегімен басып алды деп маған куәгерлер айтты. Енді ол куәгерлерге айтсам, бізге куәлік жасаңызшы, сотта айтыңызшы, осы бар шындықты десек, қорқат барлығы. Бізді де қамап тастайды деп. Енді сол жерде мен неше күн, 2 апта жүрдім. Бір видео болса да, бізге бір айғақ керек болды. Айғақ болса да мен жолдасымды ақтап алатындай іздеп жүргенімде, ешқайсысы бізде видео жоқ деді. Неліктен? Өйткені ДВД-ның адамдары сол ЧС-тің уақытында барлық видеолардың барлығын алып кеткен. Заправкаден де видео наблюдениені алып кеткен ДВД-ның адамдары. Және де ғалымдар үйінің зданиясының бір бұрышында тұрған видео наблюдениені де алып кеткен екен. Енді студенттерден сұрасам, бір соткілерінде видео бар ма? Беріңдерші маған деп жалынып жүрдім сол жерде. Тәте, бізде видео болған жоқ емес, болды дейді. Бірақ біз өшіріп тастадық қорыққанымыздан дейді. Өйткені ДВД-ның адамдары ЧС-тің уақытында қайта-қайта келіп жатақханамызды тексере берді дейді. Сол кезде біз қорыққанымыздан өшіріп тастадық дейді, соткамызден барлығын дейді. Осы отырғанымда мен шарасыздыққа қалып отырмын, шынымды айтсам сіздерге жазып отырған. Және де сол КамАЗ, айдалған КамАЗ, мен видеоны көрген кезімде пешеходтың үстінде именно сол жақ дөңгелегі, артқы дөңгелегінен бастап секірет, бірақ оны неге алып отырған жоқ ау деймін, айтсам. Жолдасымды айттым, мына жерде секірді КамАЗ, осы жерде басып кетті адамды деп айтса, оны біздікін қабыл айтпайды, бірақ сол өздерінің керекті видеоларын барлығын беріп тұр. Біз берейік десек видео, бізге ешқандай жаңағы айғақтап беретін видео болмай тұр. Өйткені барлығын ДВД-ның адамдары алып жойып тастаған. Енді біз антикорға арыз жаздық, пытка бойынша. Дәл қазіргі кезде іс жүріп жатыр. Қалай жүріп жатырғанын точно білмеймін, бірақ іс жүріп жатыр. КамАЗдың водителі мен беттестірген сол кезде. Беттестіргенде қалай әкеліп, кім басты КамАЗды деп көрсеткенде, менің жолдасымды көрсетіпті. Енді айта кететіні, жолдасымның сол кездегі беттестіргендегі түрі мен митингтегі түрі басқаша. Өйткені ол жерде ол пыткадан кейін көзі ісіп кеткен, қанталап, бетінен бет қалмаған, түрі деген вообще адам танымастай болып өзгеріп кеткен. Енді сол кезде водителі
айтыпты, осы кісі, осы жігіт Құдайбергенов Қазбек солдатты басты және де солдаттарды ұрды деп показания беріпті. Ол қалай сонда? Ол митингте жүрген кездегі түрімен, мына түрімен, ол ұрылып тұрған жаңағы питкадан кейінгі түрі өзгеше болып тұр. Бұл сонда жалған ақпарат болғаны ма, жалған показания берілгені ма, соның анық-қанығына жете алмай отырмыз. Енді жақын арада Құдай қаласа сот болады. Сотта қандай шешім шығаратын бір Аллаға аян. Менің оған көзім жетіп отқан жоқ. Ешкім маған гарантия бермейді. Жолдасымның осы жақта аман алып қалатынына және де кетіп қалатынына ешкім айта алмай отыр. Мен қорқам, шынымды айтсам. Енді дәл қазіргі кезде кеше 4-ші айға созған кезінде 255-ші баптың 4-ші тармағы қосылды. Бар болғаны осымен 4-ші тармақ. 4 айда 4 статья болып көбейді. Сонда әр ай сайын статья қосыла береді ма? Ол сонда әшейін жатырғаны ма кешегі күнге дейін? Мен соған таңғалам. Әлі де жатыр ғой, бірақ енді кеше соттың алдында прокуратураға ісімізді жіберіп еді. Сол жақтан 99-шы бап алынсын, дәлелдер жеткіліксіз деп 99-шы баптың 2-ші тармағын алып тастады. Және де сол КамАЗ айдалған бойынша жаңағы істі 380-ші баптың 1-ші, 2-ші тармағын қосып, дәл қазіргі кезде 272-ның 2-ші бабымен және де 255-ші баптың 4-ші бөлігімен және де 380-ның 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші бөліктерімен сотқа кеткелі жатыр. Енді бұл жерде терроризмді қосып тұр. Ол қалай қосылады, мен түсінбеймін. Не жаңағы видеода мылтық ұстап жүрген анықталды ма? Не дәлелдері бар ма? Менің жолдасым ешқандай да мылтықты ұстаған жоқпын, мен ештеңеде түрткен жоқпын, ештеңеде ұстаған жоқпын дейді. Ешқандай қолдарында дәлелдері жоқ, бірақ 255-ші баптың 4-ші бөлігін бізге тағып отыр. Менде сұрақ, не үшін тағылып отыр? Мен түсінбедім соған. Ол бала-шағасын асырап осы күнге дейін тек семьям деп жүрген адам қалай ол террорист болып кетеді? Мен түсінбеймін. Қарт анасы бар, және де ауру ағасы бар. Сол кісілерге көмектесіп, екі үйді асырап отырған адам қалай террорист болады? Біздің 3 бөпеміз бар. Осы отырғанда далада қалғандай болып отырмын. Өзім 2-ші топ мүгедекпін, онкологический мен емделіп жүрмін. Бұлай болса қалай болады? Балаларымның ертеңгі күні қалай болады? 255-ші баптың 4-ші тармағымен сотталатын болса, кім маған гарантия бере алады? Балаларымның болашағына балта шабылмай ма? Менің уайымым соңы. Соттың күні жақындап келеді. Әділ шешім шығарып берулеріңізді сұраймын. Менің жолдасым осы уақытқа дейін маған бір ауыр сөз айтып, не мені балағаттаған емес. Мен жолдасымды жақсы білемін. Ондай адам емес ол. Адам өлтірмек түгілі біреуге зиянын келтірмейтін адам. Кімнен сұрасаңыз да Қазыбек жақсы жігіт деп айтады. Әділ шешім шығаруларыңызды сұраймын. Маған көмек берулеріңізді сұраймын. Мен осы уақытқа дейін қорқып, ешкімге еш жерге бармай, ешкімге ештеңе айтпай келдім. Мен енді ешкімнен қорықпаймын. Маған әділ шешім шығарып берулеріңізді сұраймын.